Так, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге бұл мен Бека. В общем, жігіттер, мен 2 ай бойы жоғалып кеткен болатын, оның бір себебі бар. В общем, жігіттер, мен ол 2 ай бұрын сендерге енді Free Fire'ды енді бастап келе жатқан ойыншыларға, дұрыс рейтингтерін көтере алмайтын ойыншыларға жігіттер мен нычкалар тығылып атысатын сондай тактикаларды үйретіп атқан едім. Сол кезде жігіттер, короче, бір история бар. Давайте жігіттер, мен сендерге қазір сол историяны айтып берем. Содан кейін мен уже травма болып қалдым да. Содан кейін енді өйтіп ойнамайтын боламын жігіттер. Все, қазір мен сендерге айтып кетемін. Давайте осы видеоға барынша актив қосылып тастаңдар жігіттер, по-братски. Осындай сендерге тағы да историяларды айтып беретін боламын. В общем, да болса біз бастайық жігіттер. Ол күні жігіттер мен өйстіп сендерге нычка көрсетіп атқан едім жігіттер. Ол кезде сағат түнгі 3 болатын. Себебі мен одан алдын мен Заклятие деген бір ужас кино көрген едім да. Оны мен сағат 1:30-да бастадым да 2:58-де аяқтады. Содан кейін мен қорқып Free Fire ойнап сосын ұйықтайын деп ойлаған едім. Мен өйстіп осы жерде ұлтат етіп сендерге нычка көрсетейін деп жүрген едім жігіттер. Қазір көрсетемін. Примерно жігіттер мен осылай жүрдім ғой. Тек өйстіп так вроде осы жерде адамдар шығады. Вот ол мен түсім ба түсім емес білмеймін. Өйстіп мен ана адамды өлтіріп тастадым да. Сөйтіп мен сендерге мына жердегі нычканы көрсетуге өйстіп келе жатқан едім. Вроде осы жерге сценаларды қоятын боламыз. Так менде 2-ақ сцена екен. Өйстіп біз ана жаққа барып ананың ұлтынан сцена алатын боламыз жігіттер. В общем, бұл жігіттер енді білмеймін мен жігіттер, бұл түсім ба әлде оның ба қалай болды. Короче, мен білмеймін пока что бар емес па. Сөйтіп, короче, осы жерге мен сцена алуға келген едім да. Сөйтіп менде 4 сцена болып сендерге көрсеткен едім жігіттер. Вот осы жерде мен сценаны былай қоямыз деп білмеймін жігіттер, мен вроде сендерге видео түсіріп атқан едім да. Сол кезде сол кезде мен оянып кеткем. Қазір осы видео толық бәрін көрсетем. Примерно өйтіп мен осы жерде бля қалай сцена қоятын еді анау деп ойланып аттым да. Сөйтіп мына жаққа келдім. Ана жерде тоже адам болатын да. Вот жерде мен бұл мен түсім сияқты болды да. Бірақ бұл түсім емес па, өңім ба, білмеймін нақты бар емес па. Так кімде осындай болды жігіттер, давайте комментарий жазып кетіңдер, менде осындай болды. Мен жігіттер осы жерге былай мініп қараған кезде бар емес па, мініп қалған кезде бар емес па, былай X-ті басып былай мінген кезде мен экранымнан өшіп қалды жігіттер. Экраным өшіп қалды, білмеймін не үшін өшіп қалған. Вроде өзім сосын экраным өзім қосылып кетті ғой жігіттер. Сен осы кезде жігіттер менің экраныма түсініксіз жазулар шығып кетті. Қазір мен оны сендерге оқып берейін. Сен не Free Fire'ды удалить ете аламын деп ойлайсың ба? Жоқ, мен сені жайдан жай жібермеймін. Сен менің жататын жерімде маған айтпай кірдің, сол үшін өкінесің. Сосын менің экраным өшіп қалды да құлағыма кішкентай сәбидің шыңғырған дауыстары естіліп кетті. Бұл дауыс өте қатты шықты. Сол кезде менің комнатамның есігі шиқылдап ашып, көзімді жұмып ашқан кезде біреудің тұрғаны елестеп кетті. Көздері аппақ қызарып кеткен еді. Сол кезде менің телефонымнан Free Fire қайдан қосылып кетті жігіттер. Осы тұста менің құлағыма біреудің сөйлеген дауыстары келді. Ол жерде ол мен саған қазір ультиматумнан 4-4 раундын қойып берем. Сен оны ұтсаң, мен сені жіберемін. Аяси ұтылсаң, мен сені өлтіремін деген дауыстар естіліп кетті. Мен одан қатты қорқып кеттім жігіттер. Осы кезде мен ойланбай двухсолка мен дигл алып алған болатын. Осы 2 оружиемен зажимать етіп өлтіріп тастасам болды деп ойлаған едім. Бірақтан жігіттер, бұл жерде бір минусы болды. Менің атқан барлық оқтарым былай айдалаға ұшып кете берді. Атауы жігіттер, мен ана адамның тұрған жерінде тигізе алмадым жігіттер. Бұл не ешқандай болған білмедім. Атып атырым бір рет 11 ғана тиді. Одан кейін ешқандай атқан оқтарым жігіттер бұған тиген жоқ. Мен негізі бұндайларды спокойно ұтып кететін, бірақ осы кезде мен атқан оқтарым барлығы айдалаға ұшты. Ешқандай оқтарымды мен тигізе алмаған едім. Сол кезде менің басыма қадап тастады. Так жігіттер, осы оқиға осымен әлі аяқталған жоқ. Осы видеоға барынша актив көрсетіп тастасаңдар, мен дальше осы оқиғаны айтып беретін боламын. Бұл өте қорқынышты болды жігіттер. Бұл негізі шын өмірде болған оқиға жігіттер, менің басымнан өтті бұл оқиға.